Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге болған оқиға желісімен бөлісетін боламын. Кейбір адамдарға ой саларлық оқиға болсын. 3 баласын қатарынан қалдырмай өсіріп жатқан бақытты отбасы болады. Бір күні күтпеген жерден әйелі аяғы ауыр болып қалғанын біледі. Ол мұны еш жоспарламаған еді. Сондықтан бұл баланы қаламайды. Үйіне келіп жолдасына аяғы ауыр екенін, бірақ баланы алдырып тастайтынын айтады. 3 баладан артық болғанын ешқашан қаламағанын, 4-шісін өсіруге отбасының материалдық жағдайы жетпейтінін алға тартады. Жолдасы иманды жан болатын және әрбір сәбидің ризығын Аллах беретінін біледі. Жолдасы әйелінің бұл айтқанына қарсы болады және түсіндіруге тырысады. Бірақ өз айтқанын істеймін деп қырсығып отырған әйелінің сөз тыңдамай жатқанына қарап, түсік жасауға үзілді кесілді тыйым салып, айтқанын тыңдамайтын жағдайда кешірмейтінін айтады. Ертесі күні әйелі жолдасына айтпастан жеке дәрігермен келісіп түсік жасатуға бармақшы болады. Ауруханаға бара жатқан жолда әйелдің сөмкесі ұрланады. Ақшасы, барлық заттары сөмкесінде кетеді. Ал ауруханаға бару үшін ақша керек еді. Аллах тағала өзі әйелдің жолын бөгеп тұрғандай болады. Ал әйел құрбысына хабарласып, ақша бере тұруын өтінеді. Құрбысының үйіне барып, ақша алып, ауруханаға жол тартады. Дәрігерге барып, түсік жасатып, ішіндегі өз баласын өзі өлтіреді. Алайда мұнысына еш өкінбей, керісінше ісіне риза болып үйіне қайтады. Бірақ үйіне келгенде әйелді ауыр жағдай күтіп тұрған болатын. Үйіне жақындап қалғанда есік алдында тізіліп тұрған жедел жәрдем, милиция, газ апаты қызметінің көліктерін көреді. Әйел не болғанын түк түсінбей аяғын жылдам басып үйіне кіреді. Енді кіре бергенде 3 баласының бірдей суып қалған өлі денелерінің шығарылып жатқанын көреді. Не болғанын, қалай болғанын түсіне алмай, орнында тұрып қалады. Ол оқиға бұлай болған еді. Әйелдің сөмкесін ұрлап кеткен ұры сөмкеден үйдің кілтін тауып алып, үйді тонауға барады. Алатын заттарының барлығын алып, онысымен қоймай, үйдің газдарын ашып кетеді. Үйде өздері ғана болған 3 кішкентай баласы сол газға уланып, жан тапсырған екен. Мұны білген әйел есінен айырылып, жынданып кетуге шақ қалады. Артынша үйге жолдасы келеді. Ол болған оқиғаны білген мезетте барлығына өзін тыңдамай, іштегі баласын өзі өлтіріп келген әйелін кінәлі санап, неке жүзігін әйелдің қолына ұстатып, талақ айтып кете барады. Осыған ұқсас оқиғаларды әрине көріп жатамыз және естіп жатамыз. Кейбір адамдар налып жатады. Өңшең қыз берді, ол бермеді деп. Мейлі, 5 қыз болсын, 10 қыз болсын. Әрбір сәбидің Алла тағалам берген өз ризығы болады, несібесі болады. Соны ұмытпайық достар. Мен сіздерге өмірде болған оқиғалармен, пайдалы ақпараттармен, нақыл сөздер, мақал мәтелдермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де комментарий бөліміне өз пікіріңізді айта кетіңіз.